Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді белковый крем жасайтын боламыз. Кез келген торттарға, десерттерге қолдансаңыз болады, және өте дәмді, пышный, воздушный және де нежный болып шығады. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаның ақ уызы және де 160 грамм қант керек болады. Ең алдымен төмен жылдамдықта миксермен жақсылап араластырамыз. Ақ пена шыққанға дейін, ақ пена шыққаннан кейін қантты міндетті түрде аз-аздан қосамыз, бәрін бірге қоспаймыз. Өйстіп қосамыз. Одан кейін миксердің жылдамдығын бірте-бірте көбейтеміз. Және де плотный аппақ масса шыққанға дейін миксермен араластыратын боламыз. Мен 5 минуттай осындай массаға дейін. Енді ыстық суды газға қоямыз. Ыдысымыз огнеупорный болу керек, және ыстық судың үстінде ыдысымызды салып, өйстіп ары қарай жоғары жылдамдықта миксермен араластырамыз. Міне массамыз одан ары устойчивый болады. Осындай консистенцияға дейін араластыру керек, аппақ болғанға дейін. Одан кейін оттан алып тастаймыз. Міне біздің белковый креміміз дайын болды. Осындай өте әдемі жылтыр болып шығады. Кез келген десерттерге қолданасыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Тортты безендеуге де келеді.